Дәуірлердің алмасуы адамзатқа мүлдем жаңа талаптар қояды. Шаруашылықтан өнеркәсіпке өткенде адам қара күшіне сенуден ақыл күшіне көбірек сенуді үйренді. Кезек цифрлы кезеңге жетті. Жаңалыққа құштар жастар енді дипломның қажеті жоқ дей бастады. Ал дәстүрлі ұстанымға берік орта буын дипломсыз жақсы маман болу екі талай екеніне сенімді. Кімдікі жөн? Бірінші миф. Дипломсыз маман бола алмайсың. Оқуға түсе алмасаң, өмір бойы қара жұмысшы боласың. Болашақтың осындай бұлыңғыр сценарийлерін естіп, көз алдында елестетіп өскен ұрпақ, дипломсыз жарқын болашақ жоқ екеніне сенді. Сенеді де. Қалаған жұмысыңа орналасу үшін дипломның болуы міндетті ме? Бұл сұрақты біз Елорданың жұмыспен қамту орталығының маманына қойдық. Жұмыспен қамту орталығына негізінен көп азаматтар келіп, жұмыс іздеп жатқан азаматтардың бірі, ол мына заңгерлер, экономистер, сосын бухгалтерлер келіп жүгініп отыр. Ол кісілердің бүгінгі күнде өздерінің мамандықтары емес, басқа мамандық бойынша қайта білімін жетілдіруге, қысқаша курстарды оқытуға біз сондай қызметтерді ұсынып отырмыз. Демек, қолда дипломның болуы жұмыстың табыла кететініне кепіл болмайды. Күні кеше білім ордасынан заңгер, экономист, есепші болып шыққан түлектерге мүлдем басқа мамандықтарды қайта оқуға тура келіп отыр. Құрылыс жөнінде жүрген кісілер мамандықтар қажетке ие болып отыр. Ол жағы монтажер, әртүрлі жұмысты жасайтын, мына құрылыс жағында жасайтын азаматтар мамандығы керек болып отыр. Сосын мына жүргізуші Б категориясы бойынша жүргізушілерге талап көп, автобусты жүргізетін жүргізушілерге талап көп болып отыр. Негізінен олар 3 айдың ішінде жаңа қысқаша курсты оқып, үйреніп болғаннан кейін барып, сол мамандық бойынша қайтадан басқа жұмысқа орналасуға болады. Более востребованы. Қазір сауда-саттық, ақпараттық технологиялар, әкімшілік қызметтер, маркетинг, есепші сияқты мамандарға сұраныс жоғарырақ. Яғни бұл карантин жағдайына бейімделе алған жұмысын онлайн жүргізе алатын мамандықтар. Елорданың жұмыссыздар нарығында 5000 адам тіркеуде тұр. Оның 60%-дан астамы дипломы бар мамандық иелері. Тағы 30%-ның орташа кәсіби білімі бар. Мектеп бітіріп, жұмыс таппағандардың үлесі 7%. Демек, дипломсыз маман бола алмайсың. Немесе дипломмен мамандығың бойынша жұмысқа міндетті түрде орналасасың деген фейк. Екінші миф. Мамандық таңдауда қателеспе. Адамзат ұғымында өміріңе қатысты бірнеше ұрымтал тұста шешім қабылдауда қателесуге болмайды деген қатаң ұстаным бар. Соның бірі мамандық таңдауда. Алайда жаһандық өзгерістер мамандықты қате таңдасаң да түзету ешқашан кеш емес екенін көрсетіп отыр. Мен 2017 жылы жаңа 1-ші сыныпты бітірдім. Бітіргеннен кейін жаңа ОБТ-дан жақсы балл алдым. Сол балыммен мен ЕНУ, осы Астанадағы ЕНУ университетіне, механика-математика факультетіне, механика мамандығына түстім. 2 жылдан кейін мен түсіндім, осы мамандық бойынша мен жұмыс істемейтінімді. Себебі мен бұрыннан маркетолог мамандығы бойынша жұмыс атқарғым келді. Сол себепті мен қазір 2018 жылы оқудан шығып кеттім. Қазіргі заман, құжат сөйлейтін заман, яғни қаншалықты жұмыста мықты болсаң да, сенің сол сөйлейтін төлі құжатын болуың керек. Яғни қазіргі айтып отырғандай, диплом ол біздің қазір біліміміздің құжаты. Кейіпкеріміз өзіне қызықсыз көрінген теориялық білімді тәжірибемен алмастырды. Маркетолог мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, осы сала бойынша оқуға қайта түскен. Қанша жерден жаңа мамандықты игерсең де, біліктілігіңді растайтын құжат артық етпейді дейді ол. Жартылай маман ретінде мен сезінемін, себебі айтып жатқанда 1 жыл жұмыс істеп жатырмын уже бұл колл-центрда, бірақ қолымда диплом болмағаннан кейін бұл бәрібір жұмысқа кері әсерін тигізеді. Дүние жүзінде жағдай қатты тез қазір өзгеріп жатыр. Жалпы мына еңбек нарығына кіру үшін талаптар да өзгеріп жатыр. Көптеген дамыған әсіресе елдерде үлкен компаниялар, әсіресе технологиялық компаниялар енді өз талаптарына, мысалы мына жұмысқа орналасқан адамдарға талаптарына жоғары білім дипломын алып тастады.
Мәселен, Google компаниясының бағдарламасы жұмысқа қажетті бакалавр деңгейіндегі білімді небәрі 1,5 жылда оқытуды бастап кетті. Көш басындағы мемлекеттерде болып жатқан өзгерістердің желі Қазақстанға да жететіні сөзсіз. Тұрақтылық енді болмайды. Енді біз сондай құбылмалы, үлкен түбегейлі терең өзгерістерге толы бір кезеңге, дәуірге бет бұрып, соған кіріп жатыр. Мына пандемия бір нәрсені қазір осылай тездетіп, бір-екі айдың ішінде тездетуге бастады. Ол цифрлық қоғамға біз кіруге бастадық. Өзгерістердің қаншалықты тез жүріп жатқанын қазіргі қашықтан оқу жүйесіне қарап түсінуге болады. Ұстаздан енді тек педагогикалық білім емес, компьютерлік сауаттылық, пәнді интерактивті түрде тартымды етіп беретіндей шығармашылық талап етіледі. Білім беру саласында педагогикалық дизайн, жаңа оқу әдістемесін жасайтын ұстаз, онлайн оқыту ісінің мамандарына сұраныс тумақ. Мұғалім күнде оқиды, ол тек қана 4 жыл емес, ол әрбір сабағы үшін оқиды. Біздің таңдап отырған мамандығымыз әр күн сайын, әр сағат сайын дамуды, оқуды талап етеді деп ойлаймын. Алдағы 10 жылда бір қалыпта күнделікті қайталанатын қызметті робот алмастырады. Егер сіздің жұмысыңыз осы сипатқа сыйса, онда қазірден қам жасай беріңіз. Ал қажет болатын мамандықтар дене еңбегіне емес, таза интеллектке қатысты болады. Деректермен жұмыс істейтін инженер, роботты басқарушы оператор, жеке деректердің бұқараға тарап кетпеуін күзететін адам, тіпті кибер адвокаттар пайда болмақ. Денсаулық сақтауда биоинформатика, аурулардың пайда болып таралуын болжайтын, адам ағзасының ерекшелігіне байланысты индивидуалды медицина, сол ерекшеліктерге байланысты препараттардың сан түрін жасаумен айналысатын биогенетикалық медицина мамандықтары пайда болады. Мен жалпы медицина факультетінің студентімін, және мен осындай таңдау жасаған себебім, ол ең біріншіден қазіргі заманда адамдарға ең бастысы ол денсаулық деп ойлаймын. Және жақсы маман, жақсы дәрігер болу қазіргі таңда өте қиын. Жаңа мамандықтар атласында адам денсаулығына ерекше мән беретін тың қызметтердің үлесі басым. Ауыл шаруашылығы өз елінің ұлттық ерекшелігіне сай өнім өндіретін, сыртқы нарықты зерттеп селекция жүргізіп, тек сол елге қажетті тауар ұсынатын жаңа салаларға бөлінбек. Мемлекеттер арасындағы ашық сауда тыйылып, онлайнда тауар алмасу трендте болмақ. Осыған орай жаңа мамандықтар пайда болады. Қойма ісі ілгерілеп, онлайнда сатып алынған затты оңай жеткізіп беру талап етіледі. Бір сөзбен, қысқарған жұмыс орындарын жаңа мамандықтар басады. Ең бастысы соған бейімделе білу. Ал мамандық таңдауда қателессең, оңбай қателесесің деген қағида қазір қате. Үшінші миф. Үздік диплом жақсы қызметтің кепілі. Жақсы оқысаң, жақсы қызметке орналасасың. Әдетте ата-аналар баласын оқуға осылай жігерлендіретін. Алайда болашақта үздік аттестат, қызыл диплом қызметке тұрарда түк болмай қалады дейді мамандар. Яғни түлек шығады, қолында қызыл дипломы бар, бірақ бұл қызыл диплом сізге нақты, мына түлектің осындай дағдылары бар, мына түлектің осындай икемділігі бар, сізге келгенде нақты осы нәрселер істеледі деген ондай нақты жауап бере алмайды. Сондықтан білім беру саласында әлем елдеріндегідей бәсекелі орта бізде де қалыптасуы тиіс дейді сарапшы. Сонда ғана дипломның күші болады. Бір ұйым өзі жасайды стандарттарды, өзі жүзеге асырады сол стандарттарды, қызметтерді, және өзі сапасын бақылайды. Бұл тікелей үйлеспеушілік, тікелей. Білім саласында да сол бізде, денсаулық сақтау саласында сол. Сондықтан қазіргі таңда мына дипломның бағасы, құны өкінішке орай жоғалып бара жатыр. Сонымен, бір мамандық сені өмір бойы асырайды деген пікір ескірді. Диплом оқығаныңды растайтын құжат, бірақ білімнің көрсеткіші бола алмайды. Дәстүрлі білім берудің айналасындағы пікірлер қазіргі шындыққа мүлдем кереғар.